Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда баршамызға белгілі классикалық медовиктің ең жұмсақ рецептімен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Жасап көрсеңіз өкінбейсіз, себебі әрбір тілімі ауызда еритіндей жұмсақ болып шығады. Ең алдымен барлық ингредиенттерді дайындап алыңыз, жасауыңызға жеңіл болады. Содан кейін таза табағыңызды алып, отқа қойып, бәсеңдетіп, ең алдымен сары майыңызды салып ерітіп алатын боламыз. Содан кейін шекеріңізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріңіз бен майыңызды жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық балды салып және араластырамыз. Бір келкі консистенцияға келгеннен кейін 2 дана жұмыртқаңызды және ас содасын салып жылдамдатып араластырғаныңыз дұрыс. Сол кезде содамен реакцияға түсіп, біздің қоспамыз көпіршіп ағарады, көлемі бойынша 2 есеге ұлғаятын болады. Осылайша ас содасының көмегімен және үздіксіз араластырудың арқасында біздің қоспамыз 2 есе ұлғайып және ағара бастайды. Сол кезде оттан алып, електен өткізілген ұнымызды қосып бастайтын боламыз. Барлығы видеода анық және түсінікті көрсетілген. Мінекей, өзімізге керек консистенциямызды шығарып алдық, көлемі ұлғайды. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып бастайтын боламыз. 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп араластырсаңыз ыңғайлы болады. Ең алдымен қасықтың көмегімен, содан кейін қол көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамыр сәл ғана қолға жабысып тұру керек. Осылайша қамырымыз дайын болғаннан кейін бір келкі 8 бөлікке бөліп аламыз. Осы бөліктерді салфан пакетке салып, 1 сағаттың көлемінде холодильникке салып салқындатып алғаныңыз дұрыс, себебі жаю барысында оңай иленетін болады. Қамырыңыз тақтайға жабысып қалмас үшін ұн себелеп алсаңыз болады. Содан соң жұқа етіп қамырыңызды жайып алатын боламыз. Жайып болғаннан кейін бірнеше жерден шанышқының көмегімен тескеніңіз абзал, себебі пісу барысында қамырыңыз көтеріліп кетпеуі керек. Осылайша дайын болған қамырыңызды пергамент қағазына салып алыңыз. Ендігі кезекте алдын ала 180 градуста пешіңізді қыздырып қойыңыз. Осы қамырыңыз 7-8 минуттың ішінде дайын болып пісіп шығады. Осылайша барлық қамырды бірінен соң бірін пісіріп, сәл суытып алғаныңыз дұрыс. Содан кейін суығаннан кейін өзіңізге керекті мөлшерде тарелканың көмегімен немесе басқа ыдыстың көмегімен бір келкі формаға келтіріп кесіп аламыз. Жан жағынан алынған осындай артықтарын алып қоясыз және блендердің көмегімен ұнтақтап алатын боламыз. Мінекей достар, барлық қамырымызды бір келкі формаға келтіріп алдық, жан жағындағы артықтарын алып қойдық. Енді осы артық қалған қамырымызды блендерға салып ұсақтап алатын боламыз. Егер де сізде блендер болмаса, ешқандай уайымдамаңыз, оны оқтау мен тақтайдың көмегімен де ұнтатып алсаңыз болады. Ең бастысы бір келкі ұнтаққа келтірсеңіз болғаны. Енді бұл кремді құрастыру барысында
қайнатпалы кремді пайдаландым. Ең сүйікті кремім, дәмі де ерекше және үйдегі бар заттан жасалады. Оған қалай жасау керектігін барлығы анық видеода көрсетілген, ссылкасын төменде қалдыратын боламын. Ендеше осылайша барлық медовегімізді жинақтап аламыз. Арасына мол етіп заварной кремімізді салатын боламыз. Осылайша барлығын жинақтап алғаннан кейін жан-жағына да крем жағуды ұмытпаңыз, себебі медовегіміздің барлық жеріне посыпканы себетін боламыз. Мінекей алдын ала дайындап алған ұнтағымызды осылайша торттың бетіне, жан-жағына, барлығына себелеп қаптап шығамыз. Осылайша достар, біздің классикалық медовегіміз дайын болды. Посыпкасын сепкеннен кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алсаңыз, кремі сіңіп, осылайша үлбіреп, нәп-нәзік болып, жұп-жұмсақ болып шыға келеді. Дәмін айтсаңызшы, тіл үйреді. Сіз де жасап көріңіз, ешқандай қиындығы жоқ. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.